Ұлыбритания сезондық жұмыс бойынша тағы бір комментарийға жауап беріп кетейін. Бір ағайынымыз жазыпты, телефон ұстатпайды дейді ғой, рас па дейді. Жұмыста таңертең жұмысқа шығамыз барлығымыз, телефонды қалтамызға алып шығамыз. Сосын сумкаға салып кетеміз телефонды, өйткені мешать етеді жұмыс істеген кезде. Отырасың, тұрасын, мысалы клубникаға түссең, тұрасың, балшыққа кіресің, телефон түсіріп алуың мүмкін. 500 адам бар ол жерде жүрген. Сол үшін телефонды сумкаға салып кетеміз. Ешкім телефонға тиіспейді, ұрламайды. Ұрлауға ешқайсының духы да жетпейді. Өйткені демократиялық мемлекет, заң күшті, коррупция ештеңке жоқ бұл жақта. Телефонды сумкаға салып кетесің қорықпай. iPhone 16-20 болса да қызық емес, салып кетесің. Өйткені сіз жұмыс істеген кезде ештеңке кедергі қылмау керек сізге. Даже біреумен сондай фермалар бар, мен істедім. Даже сөйлесуге болмайды. Рядтағы адаммен сөйлесуге болмайды. Ол дұрыс. Өйткені сіз собеседование өткен кезде не деп айттыңыз? Только жұмыс істеймін. Я жұмыс қана керек, маған ақша керек деп айттыңыз, дұрыс па? Енді сол сөздеріңізді ұмытпау керексіздер. Қазақстандағы біздің кредитті ұмытпау керексіздер, өздеріңіздің кредиттеріңізді. Қарыздарыңызды ұмытпау керексіздер. Соның барлығы тұр мына мида. Сіздер не істейсіздер? Только жұмысқа деп бейімделіп келесіздер. Телефонды сумкаға салып қоясыздар. Жұмысқа кірісесіздер. 3 сағат жұмыс істейсіздер сол жерде. 3 сағат жұмыс істегеннен кейін бәрілеріңізге айғайлайды. Брейк деп айғайлайды бригадир. Брейк деген үзіліс. Таңғы ас қой енді. Таңғы ас ішесіздер ғой. Сөйтіп келесіңдер барлық командаларыңмен. Ланч туннель деген бар. Ланч туннель деген сол үстін жауып қойған поляда мысалы. Сол жерге барып отырасыздар, поддондары бар. Әкелген тамағыңыз өзіңіз жасайсыздар, тамақты, продуктыны өздеріңіз аласыздар, продукты қымбат емес, арзан, бізден арзан. Жасап алып келген тамағыңыз бар, мысалы, йогурт жесеңіз, йогурт аласыз, шоколад жейсіз, шоколад өзіңіз білесіз ғой енді. Алып келген тамағыңызды жеген кезде телефонды шұқылайсыз, сізге сөйтіп түсіндірейін. Телефонды шұқылап, жазатын адамға жазасын. Тамақ шай ішіп болғаннан кейін бәрін салып қоясың қайтадан, жұмысқа кірісесің. Өйткені сізге 7000 теңге төлеп отыр сағатына. 7000 теңге сағатына төлеп отыр. Сізде стаж ештеңке жоқ, даже ештеңе білмейсіз, бұл жерге бірінші рет келіп отырсыз. Сол үшін де бұл жерде расслабляться ондайға болмайды, босасуға болмайды. Только жұмысқа келгесін адам жұмыс істеу керек болды. Өйткені біз ешкім ондай ақша төлемейді. Бізде ондай не деп айтамыз, төменгі жұмыста бізде осындай сатыдағы, полядағы жұмыстарда новенький келген адамдарға 7000 теңге сағатына береді деп мен айта алмаймын. Бар шығар, сезоны пияз сеу, анау мынау, ол әйел адамдар істей алмайды. Сосын бұл жерде әйел еркек деп жұмыс бөлінбейді, барлығына бірдей. Еркек адам клубника терсе, сіз де клубника тересіз. Еркек адам алма терсе, сіз де алма тересіз, болды. Бұл жерде бөлінбейді, әйелдің жұмысы, еркектің жұмысы деген. Барлығы бір жұмыс істейді, болды. Бірақ қана жеңілдік. Мысалы, клубникада 3 ящиктен еркектер терсе, әйел адамдар 2 ящиктен тереді. Сондай ғана разница бар бұл жерде, жеңілдіктер бар. Сол үшін де бұл жаққа Ұлыбританияға келген кезде ондай бос немен келмеңіздер. Не дейді? Физически дайындалып келіңіздер и морально мықты болып келіңіздер, морально. Мен бәріне дайынмын, бәрін істей алам жұмысты. Осы бір апта 10 күндік дене ауырған кезде и бала шағаны, семейный адамдар бала шағасын сағынған кезінде адамда уже не болады, спад болады адамның миында. Сол кезде уже, мен осыны үй жақтақ не қылам ғой, үйтем ғой, бүйтем ғой деген әңгімелер, ойлар пайда болады адамда. И сосын бір кругтар болады сондай адамдар. 500 адам ішінде бар ғой. Бүйтейік, ана Лондон жақта жақсы жұмыстар бар екен ғой. Сол жаққа кетіп қалайық, ана фермада мынандай екен ғой.
ешқайда кете алмайсыздар ағайындар. Контракт бұл жерде. Егер сіз Қазақстанға қайтып кетсеңіз, қайтып кетесіз ғой енді. Бірақ сізді обратно шақырмайды ол ферма, түсіндіңіздер ма? Сіз осы жерге бейімделіп жұмысты істеп, осы жұмыс істеймін деп контрактымен келгеннен кейін жұмыс істеуіңіз керек ағайындар. Сіздерге кірлеріңізді жуып беріп жатыр, жұмысқа апарып алып келіп жатыр, тегін айлықты төлеп отыр, мысалы аптасына 250-300 мың теңгеден 6 күн істейсіздер, 1 күн демаласыздар аптасына. Сонда айына нормально ақша шығады енді. Қазір Алматы вообще күшті шығып жатыр қазір. Өстемесін. Тағы не? Қыдырамын десеңіздер, демалыста қыдырасыздар. Сізге бәрін үйретіп жатыр. Сіз бір джунглиде жүрген жоқсыз. 100-150 жыл дамып кеткен Ұлыбританияда жұмыс істеп жатсыз. Шотландияда или Уэльста, или Ирландияда, или Англияда. Бұл мынау Алтайда шаршаған стресс бар ғой. Алтайда адам шаршайды ғой, стресс болып полядан. Уже әрең жүреді адамдар. Кейін үйреніп кеткеннен кейін спокойно күліп ойнап, ана рядтан рядтарға секіріп, кәдімгідей бейімделіп кеткен ғой адам уже барлығы. Әйелі болсын, еркегі болсын, қызық емес. Басында 10-15 күн осында қиыншылыққа шыдаңыздар келген кезде. Ананың сөзін естіп, анаға неріп, мынаған неріп, бүйтіп кетіп қалмаңыздар. До конца осы ол фермерлар нені жақсы көреді? Еңбекқор адамдарды жақсы көреді. Біз жұмыс істейміз деп келіп отырмыз осында. Бірінші шетелге шығып отырған адамдар бар мысалы. Сол кезде келген кезде жұмысқа шыдаңыздар, өйткені келесі жыл келген кезінде сізге келесіде олар басқаша көзқараспен қарайды сіздерге. Бірінші келген кезде олар сізді пісіреді жақсылап, пісіріп жұмысқа бейімдеп, үйретіп, келесі жылы сол профессионал боласыз келесі жылы. Сол үшін бірінші келген кезінде телефон ұстау дегенді қойыңыздар. Только жұмысқа морально и физически готовы болып келіңіздер болды. Хорошо? Тек жұмыс. Бірінші орынға жұмысты қоясыз болды. Не үшін келіп отырсың? Жұмысқа келіп отырсың болды. Өйткені тапқан ақшаңа Қазақстанға жібересің, Каспий голды қолдарасыз, сен қарайсыз өзіңіз. Сол үшін де тек қана жұмыс деп келген дұрыс. Сол үшін де бұндай сұрақтарды, бұндай ойларды мидан шығарып тастаңыздар, керек емес. Телефон ол қалтаңызда тұрады, сумкаңызда тұрады, оған тиіспейді ешкім. Оны брейк кезінде, ланч кезінде шұқылайсыз. И үйге келген кезде таңға дейін шұқылап жатыңыз, өзіңіз білесіз телефонды. Ал телефон күнде ұстап отқанмен, ол телефон қазір сізге данный момент ақша келмей тұрса, оның не пайдасы бар, мысалы, дұрыс емес па ағайындар? Сол ағайындар, поляға келген кезде, Ұлыбританияға жұмысқа морально, физически мықты болып келіңдер, дайындалып келіңдер. Маған ештеңе қызық емес, тау қопарам, короче, мен жұмыс істеймін, все, жұмыс болды. Әңгімелеспеген дұрыс жұмыс істеп жатқан кезде, ешкіммен бүйтіп анау сөздерін тыңдап біреумен сөйлесіп кетіп, анау ұрысып біреумен, жоқ, керек емес. Өйткені бәрін көріп тұрады, супервайзерлар аңдып тұрады. Бізге дейін қанша мигрантты көріп тастаған олар дүние жүзінен. Олар 15-20 жыл істеп жатқан адамдар осы жерде. Минимум 5 жыл істеп жатқан адамдар осы жерде. Өздері де осылай поляда істеп көтерілген адамдар ағайындар. Сіздер де осылай келіп жүре берсеңіздер, сіздер де ертең супервайзер болып адам басқарып жүресіздер осылай. Сол үшін ағайындар, желательно только жұмыс деген немен келіңіз, направлениемен, только жұмыс, все. Официальный операторларды, видеоларды айттым. Күтесіздер. Сол үшін де ешқайда асықпаңыздар. Приглашение алып жатқаныңыздар егер келетін жерлеріңіз анықталғаннан кейін жаман киімдеріңізді алып келіңіздер, оны да айттым видеода. Солай ағайындар, негізгі инструменттерің сендердің боти, дождевик и қол аман болсын, и бел аман болсын. Сол үшін де тек қана алға қарай жылжисыңдар болды. Шаршамаңдар ағайындар, үміттеріңді үзбеңдер, жұмыстан қорықпаңдар. Адамның істеген адам любой время істейді ағайындар. Дұрыс па? Ол жалқаулық деген болады. Бірақ сен ақшаны ойлайсың, төлеп жатқан ақшаны. Мен өз елімде төлемеген ақшаны төлеп жатыр ғой бұлар. Маған бір туысқаным төлемеген ақшаны төлеп жатыр ғой мыналар сағатына. Неге мен жұмыс істемеймін деп, сен наоборот тез істеуге тырысасың ол жерде. Егер кішкене совесть болса адамда, ол жерде сачковать етуге де болады, бірақ ол өйтіп істемеген дұрыс, өйткені көріп қойса, ертең замечание беріп жұмыстан шығарып жібереді мысалы. Сол үшін де ана ақша төлеп жатқан ақшаны
сіз сонша километрден келіп отырсыз мұхиттың ар жағынан. Оны бала шағаңыз күтіп жатыр үй жақта. Соның кредитіңіз тұр, қарызыңыз тұр. Жер алу керек, үй салу керек. Қазақта не көп? Проблема көп қой қазір бізде. Пробканың өзі проблема қазір. Жетеді проблема. Проблемасыз адам бізде бір 10% шығар болды. Сол үшін де ағайындар, тек қана морально тек жұмыс істеп келіңдер ағайындар, ет бар ма екен, нан бар ма екен, анау бар ма екен, мынау керек емес ондай әңгіме. Бұл жақта барлығы бар. 100-150 жыл дамып кеткен мемлекет бұл ағайындар, қазір біздің СНГ-дан. Сол үшін де ондай сұрақтарды қоймаңыздар ағайындар. Ойдан шығарып тастаңдар, тек қана жұмыспен келесіздер. Қазақ жалқау емес, жалқау болмаған ешқашан ағайындар.